Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен кешкі асқа тартылған еттен дайындалатын өте дәмді тағамның рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Керекті ингредиенттердің тізімін осы видеоның астында описаниеда жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен бізге сүт пен нан қажет болады. Ыдысымызға сүтімізді құйып, нанымызды батырып қоятын боламыз. Нанымыздың шеттерін, қатты жерлерін барлығын кесіп алып тастаймыз. Ыдысымызға тартылған етімізді саламыз. Ұсақтап турылған пиязымызды қосамыз. Бір жұмыртқа саламыз. Дәміне қарай тұз бұрышын қосамыз. Сүтімізге батырып қойған нанымызды қосамыз. Нанымызды сығып алатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Енді тартылған етіміздің ортасына салатын салмасын дайындайтын боламыз. Ірімшігімізді үккіштен өткізіп аламыз. Сарымсақ қосамыз. Укроп немесе петрушка қосамыз. Менде мұнда қатырылған петрушка. Майонез қосамыз. Немесе қаймақ қоссаңыздар да болады. Бір жұмыртқа қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Противенімізге пергамент қағазын төсеп, дайындап алған етімізді шартарзис формаға келтіреміз. Мен бірдей қылып 6 бөлікке бөліп алдым. Етімізді дөңгелек формаға келтіріп алғаннан кейін ортасынан басып, видеода көрсетілгендей шұңқыр дайындап алатын боламыз. Қазір салмасын салатын боламыз. Бетіне дайындап алған ірімшік салмасын салып шығамыз, барлығына бірдей қылып. Котлеттерімізді қызып тұрған пеште 180 градуста шамамен 40 минуттай толықтай дайын болғанша пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің тағамымыз дайын болды, өте дәмді болып шықты, әрі өте тез дайындалу жолы. Котлеттің орнына міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ас болсын. Ал егерде сіздерге менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.